Bismillahirrahmanirrahim. Ассалаумағалейкум достарым. Қазір уақытты пайдаланып адамның бойында қасиеттер туралы айтқым келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, екі қасиет бар адамның бойында. Біреуі жақсы қасиеттер, біреуі жаман қасиеттер. Ол қасиеттердің ішінде өзіме сондай бір ұнамайтын, сондай бір жаман бір қасиет адамды обсуждать ету сыртынан, балағаттау, сынау, оны неше түрлі жаман сөздер айтып отыру. Өте бір жаман, сондай бір келеңсіз қасиет ол. Сол қасиеттен арылайық. Оны обсуждать етіп, өзіміздің қуатымызды, энергетикамызды кетірмей қойық. Ол күштік адамның бойына күшті энергетикасын алып қояды екен, сондай жасаған нәрсе. Алла тағала адам баласын пенде ғой, бәрі пенде жаратады. Біреуін күшті қылып жаратады, біреуін әлсіз қылып жаратады, біреуін мықтырақ қылып жаратады. Сол сияқты адам баласын Алла тағала жібереді. Біреуін әкім қылдырып өсіреді, біреуін токарь қылдырады, біреуін сонда керемет ұста қылдырады, біреуін алқаш қылдырады, біреуін бомж қылдырады. Алла тағала, ол Алла тағаланың қалауы. Біз оған сын айтатындай, біз оған баға беретіндей, біздің қолымыздан біз жасамадық қой оны, Алла тағала оны жіберген. Алла тағаланың қалауымен болып тұр. Әкім болып тұр. Алла тағаланың қалауымен ол жақсы үлкен лауазымда отыр. Мейлі ол білімді болсын, мейлі ол біліксіз болсын, ол қандай тұлға, жаман адам, жақсы адам болса да, біз оны бойымызды оны обсуждать етуден аулақ етейік. Ол жаман әдет, жаман қылық, жаман іс-әрекет. Достар, бойымызды аулақ етейік ондай нәрседен. Жамандамайық ешкімді. Жаман болса да, қалай болса да, Алла тағала оны реттейді. Уайымдамаңыздар, бәрін өзі ретімен келтіреді. Ол оның сондай призваниясы сондай, значит, солай болып тұр. Мысалы үшін, анау алқаш болды. Неге ол алқаш болды? Неге ол бомж болды? Өйткені ол Алла тағаланың жаратуы солай. Солай жаратты оны. Ол қолынан келгенін, Алланың берген нәрселерін уақытылы істеп, уақытылы іске асыра алмады. Сол үшін ол солай болды. Ол да бір сынақ. Сол үшін бойымызда бар ондай істердің бәрін аулақ етіп, бір ортаға келіп қалсақ, біреу өсекте балағаттап отырса, өз-өзімізді тоқтатайық. Болды. Егер керемет болады, егер сіз ол топты тоқтатып, ол топты айтып, түсіндіріп, жамандаудың керегі жоқ, дұрыс емес екендігін айтып дәлелдесеңіз, сізден керемет адам болмайды. Сіз сауап аласыз оған. Ол үйтіп сыртынан балағаттап жаман сөз айту ол үлкен күнә екен. Рас. Осы қасиеттен өзіміздің бойымызды аулақ етіп, бойымызды ерте алшақтатайық, арылайық осы жаман әрекеттен. Біздің өзіміздің бойымызда да жетеді әрқайсымыздың жаман әдеттер. Сол жаман әдеттермен алсамыз, сол жаман әдеттерден арыламыз. Сол кезде біз жетістікке жетеміз. Сол кезде біз мақтанамыз. Жақсы әдеттерді дарытамыз бойымызға. Сыртымыздан білетін адам сразу айтады қандай адам екенін. Танитын, білетін адамды. Егер сіз өзгерсеңіз, біз өзгерсек, олар таңғалады. Керемет өзгеріп кетті деп. Сондай дәрежеге жетейік. Бойымызда жаман істер көп болса, біз жаман адам боламыз. Бойымызда жақсы істер көп болса, неғұрлым көп болса, сіздермен бізде жақсы адам боламыз. Сөйтіп, басқаларына үлгі боламыз. Басқаларына үлгі болып,
оларды артымыздан ертеміз. Бойымыз тазарады. Жақсы істерге шақырамыз жұрттарды. Сол үшін бірге жұмылған жұдырықтай бірге істейік соның бәрін. Ал бүгін міне керемет сондай табиғаттың аясында қараңыздаршы. Сондай керемет табиғат бүгін таңға әсемдік. Қараңыздаршы. Бүгін среда. Бүгін бізде физический нагрузка жоқ. Бүгін біз таңертең ерте тұрып дұға тілектер тіледік. Аллах тағаланың қалауымен. Бүгін бізде ораза. Среда, четверг, құрбан айтқа қарсы 2 күн сондай керемет күн екен. Бүгін күн және ертең четверг күн дұға тілектерді қабыл болатын күн екен. Соған қарсы біз таңертең ұсыл жуынып, бойымызды тазартып, таңертеңгі дұға тілекке шығып, ораза аузымызды бекітіп, ораза ұстап, бүгін ұстаймыз, ертең четверг ұстаймыз ораза. Сонымен дұға тілектер тілейміз. Жатпай тұрмай дұға тілектер тілейміз. Не сұраймыз? Алла тағаладан сол орындалады, иншалла. Бүгін кешігіп қалсаңыздар, ертең бір күн бар, тағы да. Таңертең ерте тұрып, таңның атысымен ұсыл жуынып, ораза ұстап, дұға тілектер тілейік, орындалады, иншалла. Әрқайсыңызды жақсы көремін. Давайте.